Сәлем достар, бүгін өрік шырынын жасап қысқа жауып тастаймыз. Дәмі енді өте керемет, ең бастысы 100% табиғи. Алдымен өрікті жуып аламыз. Бір жақсы жері бұған езілген өріктерде бара береді. Содан кейін тасынан ажыратып аламыз. Барлығын тасынан тазалап алғаннан кейін өрікті осылай блендермен өткіземіз. Мінекей осындай құп-қою болып шығады. Енді оның үстіне бірге бір су құямыз. Мысалға менде тасынан алынғаннан кейінгі өрік 3 кг 200 болды. Үстіне 3 кг 3 литр 200 грамм су құйдым. Содан соң тағы да блендермен өткізіп алған дұрыс. Сонда ситыдан өткізген кезде қалдық аз болады. Шырынымызды қайнататын үлкендеу ыдыс аламыз. Және сол ыдысқа бірден соғымыздың барлығын осылай мінекей ситыдан өткізіп аламыз. Мінекей дайын болды. Азғантай ғана қалды. Барлығынан осындай ғана қалды. Енді үстінен секерімізді саламыз. Менде 1 килограмм секер қажет осыған. Барлығын былғалаймыз және газға қойып қоямыз. Астын былғап қоямыз. Осындай көпіршіктерін алып сарқылдап қайнағанша қайнатамыз. Банка қақпақтарымызды алдын ала залалсыздандырып аламыз. Мінекей осылай сарқылдап қайнаған бойда оттың астын сөндірмей, банкілерімізге біртіндеп құйып, жауып тастаймыз банкымызды. Мінекей осылай алып аламыз, қақпағын жауып, банк жауатын машинкамызбен осылай жауып тастаймыз. Осылай жатқызып, бір тексеріп аламыз барлығын. Достар, мінекей дайын болды. Жаңағы менде 3 килограмм 200 грамм өріктен 2 литрлік банка шықты, және азғантай осындай 1-2 стакан қалды. Қысқа дайындап көріңіздер, өте күшті болып шығады. Достар, егер видеом ұнаған болса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Ас болсын.